Ерте заманда қазақ елін әлсін-әлі жау шауып, ел бірде олай, бірде бұлай ауып, мал жаны қырылып, ел басына ауыр күн туыпты. Сондай қиында қасіретті жылдың бірінде Наурыз деген қария өзіне қарасты елін бастап, елге қамал, малға жайлы бір қоныс қопалы аймақты қыстапты. Құдай оңдап, сол жылы азаматтары шабуыл жасаған жауды жеңіп, мал жандары қыстан аман-есен шығып, ел-жұрт мәре-сәре болыпты. Наурыз қарт үлкен есепші, астроном екен. Ол күн мен түннің теңелген жер бетінің босанған дәл 22 наурыз күні ерте тұрып, ел аралап, бүгін ұлыстың басталар күні. Күн мен түннің теңелген бота боздап, қой қоздайтын қасиетті күн. Жан жануар, өсімдіктердің өсіп өнетін, жер анадан қуат алып, ерекше күйге енетін күн. Сондықтан барлық үй той жасаңдар. Бұдан былай атар таң көрер жылдарымыз бүгінгідей қуаныш мерекесімен басталар болсын. Ұрпақтарымыздың көңілін қайғы, қасірет торламасын деп әмір етіпті. Сонда қарияға кемпірі күліп, ау шал, еліңде ашаршылық уақытта той жаса дедің. Қысылып әрең шыққан жұрт тойды несімен жасайды депті. Оған қарт күліп, тойдың қызығы байлық пен қарын тойдыруда емес, қайта көңіл көтеріліп, рухани азық алуға, көппен бірге көңілді отырып ішкен бір ұрттам қара су мен бір аяқ көженің нарқы есерлікпен өткен 40 күндік сауық пен 40 жыл жинаған байлықтан артық. Ал енді кемпір, отырмай сенде қабыңның түбін қақ, депті. Қаптан бір кәрі жілік пен бірнеше кесек ет шығыпты. Кемпіріне мақтанып, жарайсың кемпірім, топ-тура бір тойдың етін сақтапсың, дереу қазанға сал. Қазанның құлағына 4 жапырақ май қой. Оның біреуін пысқанда өзің де, біреуін үлкен балаңа бер, біреуін күйеу балаңа бер, біреуін немереңе бер. Кәрі жілікті қарияларға тарт, қалған еттерді турап көжеге салып жібер, және көжеге арпа, бидай, тұз, құрт, айран, қатық сияқты 7 түрлі дәм қосылсын. Кәріжілік бабалар дәстүрінің жалғасы, дән өсіп өркендеудің белгісі болсын. Су мен тұз ұрпақтарымыздың дәм-тұзы жарасып, мәңгі тату-тәтті өтуіне дәнекер болсын. Айран, қатық, айрандай ұйып, басымыздың өмірлік бір болып, ақ көңіл, адал ниетте болатындығымыздың куәсі болсын. Ал қазан құлағына қойып пісірілген 4 жапырақ май, 4 түлігіміз сай, бай, бақытты тұрмыс кешуіміздің өмірлік бастамасы болсын. Бүгінгі осы тағамнан дәм татқан үлкен кіші кәрі жасқа түгел бір жас қосып, осы той әр жылы дәл осы күні әрбір отбасы міндетті түрде өткізіліп отырсын деген екен. Сөйтіп, Наурыз қарттың елі қап түбінде қалған еттерін түгел қазанға салып, ұлан асыр той жасап, жадап жүрген көңілдерін көтеріпті. Ел қарияға алғысын жаудырып, той қызығын әлденеше күнге жалғастырыпты. Әне-міне дегенше жаз шығып, күз келіп, көзді ашып жұмғанша қыста өтіп, тағы да көктем келіпті. Ел Наурыз қарияның ұйғарымы бойынша көктем тойына ерекше әзірленіпті. Қария бұл рет жан-жаққа ат жаптырып, тойға маңайдағы алыс-жақын елдің бәрін шақыртыпты. Тойға шақырушының бірі Алашаханға барып, тақсыр, сізді аулымызда өтетін тойға шақырып келдім, депті. Хан одан, ау, бұл қалай, қай уақытта жасалатын той? Той деген жаз бен күзде ғана жасалынбаушы ма еді? Ол кімнің тойы, деп таңдана сұрапты. Тойға шақырған жігіт не дерін білмей сасқалақтап, Наурыз деген қарияның тойы, Наурыздың тойы деген екен. Сол күні ауа райы аса жайлы болса керек. Хан шапанын жамылып далаға шыққан екен. Төбесінен қиқулап қаздар ұшып өтіпті. Көзіне дала төсінде тебіндеп келе жатқан жасыл өркендер шоқтай басылыпты. Сонда хан көкірегін кере дем алып, бұл бір өміршең өлмес той болып, ғасырдан ғасырға жалғасқалы тұр екен, деп сүйсіне тіл қатыпты. Сөйтіп, сол той Наурыз тойы 7 дәмді біріктіріп жасалған көже,
наурыз көже той өткен ай наурыз айы аталып кетіпті.